Поехали. Итак, есеп бойынша, егер нүктелік зарядтың модулін 2 есе және арақашықтығын 4 есе кемітсек, онда электр өрісінің берілген нүктесіндегі кернеулігі. Енді бірінші жағдай бізде зарядтың, нүктелік зарядтың, мынау нүктедегі, мысалы нүкте А дейтін болсақ, осы нүктедегі зарядтың модулі бізде 2Q болсын. Және оның арақашықтығы 4X деген дистанцияда тудыратын электр өрісінің кернеулігі E1 болсын. Енді дәл осы нүктенің модулін біз 2 есе кемітетін болсақ, мынау А нүктесі әлі де осы модулі Q болады, 2 есе азайғаны, ал дистанциясы арақашықтығы 4 есе азаяды деген есеп бойынша. Енді осы нүктедегі E2 өрісі қаншаға тең дейді. Енді формула бойынша біздің электр өрісінің кернеулігі тең K2Q бөлінген 4X-ның квадраты. Ол береді KQ бөлінген 8X квадрат. Ал екінші кернеулік ол тең өрісінің кернеулігі тең KQ бөлінген X квадрат. Ал енді E2-ның E1-ге байланысы қаншалықты өзгеруін табу үшін біз әрдайым пропорция жасаймыз. Қатынасын жасаймыз. Енді E1 бізде тең KQ бөлінген 8X квадрат болатын болса, E2 KQ X квадрат болады. Осы жерде X квадраттары қысқарамыз, KQ қысқартамыз, жауап тең 1 бөлінген 8. Ол дегеніміз 8 көбейтілген E1 тең E2. E2 E1-ден 8 есе үлкен. Ол дегеніміз E2 8 есе артады. Жауап А болады.